Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен балмұздақ жасаймыз. Балмұздақ үшін көп заттың қажеті жоқ. Бізге тек қана банан мен және таңғаласыздар какао ғана қажет. Бізге бананның өте қатты піскен түрі қажет, яғни жұп-жұмсақ болуы керек. Егер шала піскен банан таңдасаңыздар, онда дүрі шықпай қалуы мүмкін. Ең алдымен бананды осылай турап және оны салафанға салып, мұздатқышқа 1 немесе 2 сағатқа немесе одан да көбірек қойсаңыздар болады. Қатырып аламыз. Дайын болған бананымызды блендерға саламыз. Кез келген блендердің түрі жарай береді. Егер ыдысыңызға жабысса, осылай қасықпен салсаңыз болады. Оның үстіне какао саламыз. Какаоңыздың сапасы міндетті түрде жоғары болу керек. Сонда балмұздағымыз жақсы болып шығады. Неге қыздар, балмұздағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай және де дәмі дүкендікінен қарағанда дәмдірек. Өздеріңіз жасап, міндетті түрде маған пікір жазыңыздар. Лайк басыңыздар және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.